Қазақстанда екінші деңгейлі банктерге де тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысуға мүмкіндік беру ұсынылды. Яғни қарапайым қаржы ұйымдары болашақта отбасы банк сияқты ипотекалық бағдарламаның 4 түрін ұсынуы ықтимал. Бұл идеяны мәжіліс депутаты Ерболат Сатыбалдин айтып отыр. Халық қалаулысы баспана несиесін де автокредит секілді жеңілдету керек дейді. Енді бұл бастаманы әріптесім Оразай Нұртайұлымен талқыласақ, қайырлы кеш, Оразай, депутаттың дегені болса, дәл осында үйді алу арасында жеңілдей ме? Сарапшылар не дейді? Нұртілеу, мәселен несие пайызын төмендету үшін зейнетақы қорынан ақша тарту ұсынылды. Ипотеканы қолжетімдетуге қатысты өзге жоспарда сюжетінен білсек. Мәжілісмен елімізді үйді сатып алу құқығымен жалға беріп, ай сайынғы төлемнің бір бөлігін несиенің бастапқы жарнасы ретінде есептеуді ұсынды. Депутаттың пайымынша, мұндай механизм табысы төмен отбасыларға мүмкіндік береді. Мысалы, жалға айына 200 мың теңге төлесе, соның 50 мың теңгесі алдағы уақытта үйді сатып алғанда алғашқы жарна ретінде саналса. Осылайша адам 3 жыл ішінде үйге ақша жинап қана қоймай, төлем қабілетінде дәлелдеп үлгерер еді. Ипотекалық бағдарламаларды үйсіздерге бағыттау қажет деген депутат мемлекеттің субсидиясын тек бірінші нарықтағы, яғни жаңа үйді сатып алатындарға ғана беру керек дейді. Ал баспанамен қамту ісіне отбасы банктен бөлек басқа екінші деңгейлі қаржы ұйымдарын қосу ұсынылды. Сарапшылардың айтуынша, бұл бастамадан бәсекелестік пайда болады. От банков на сегодняшний день есть полная готовность для того, чтобы такую систему. Бүгінде банктердің өзі мұндай бастамаға дайын. Бәсекелестіктің пайда болғаны дұрыс. Азаматтар да өзіне қолайлы ұсынысты таңдай алады. Оның үстіне ипотека мен бағдарламалар үй бағасына әсер ете қоймайды. Қазір 2 миллионнан астам адам баспанаға мұқтаж. Ипотеканың жеңілдегенін халық та қалайды. Алайда айтылған ұсыныстарға көптің пікірі әртүрлі. Проценттер 18-23-ке дейін. Это халыққа өте ауыр. Тегі жақсы болады. Бүкіл банктер сол программаға қатысса. Процентный ставканы хотя бы до 6 қылса. Онлайн болмайды олай. Бәрі через банк істеу керек. Келісім шартпен, бәрін танысып, кәдімгі бәрін заңды түрде жасау керек. Первоначальный взнос 10-20% болса, жақсы болар еді. Бәріге де доступны болу керек. Депутаттың ұсынысынан бөлек баспана несиесінің қолжетімділігін арттыру үшін мемлекеттің өзі ипотеканың жылдық пайызын 20-мен шектегелі жатыр. Оразай Нұртайұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро.